Қалайсыңдар? 37-ші сабаққа келдік. Essential Grammar in Use деген кітап бойынша. 37-ші юнитте біз there is, there are деген конструкцияны үйренетін боламыз. Бұл there is, there are ол тілде көп кездесетін сөз. There is, there are деген мағынасы, яғни бар деген бір нәрсе бар деген бір жерде. Картинкаға қарайтын болсақ, бірінші картинкада, бірінші суретте бір адам үйдің төбесіне шығып алған, шатыр жасап жатыр. Соған бүйтіп айтамыз. There is a man on the roof. Неде? Крышада, шатырда бір ер адам бар. There is бар, a man, ер адам, on the roof. Крышаның үстінде. There is a man on the roof. There is a train at 10:30. Сағат 10:30-да пойыз бар дейді. There is бар a train, пойыз at 10:30. Сағат 10:30-да. Мысалы, бір аптада 7 күн бар деп айтатын болсақ, there are 7 days in a week. Бір аптада 7 күн бар. There are 7 days in a week. Singular единственное число, бірінші шақта, мысалы, яғни бірлікті білдіретін сөздерде there is деп қолданады. Қысқартылған түрі there is. Оның сұрақ қоятын болсақ, is деген алға кетеді. Is there. Егерде бір нәрсе жоқ дейтін болсақ, there is not, немесе there isn't, немесе there is not. Сөйтіп қысқа түрлері болады. Мысалдарға қарайтын болсақ, there is a big tree in the garden. Бақшада 3 үлкен терек бар дейді. There is a big tree, үлкен терек бар, in the garden. Бақшада. There is nothing on TV tonight. Бүгін телевизорда түнде еш нәрсе жоқ дейді. There is бар, nothing, еш нәрсе жоқ. There is nothing on TV tonight. Have you got any money? Сенде ақша бар ма? Yes, there is some in my bag. Yes дейді, yeah дейді. Менің сумкамде кішкене бар дейді. There is some. Excuse me, is there a hotel near here? Мына жерде, жақын жерде отель бар ма дейді. Is there a hotel? Отель бар ма? Yes, there is. Yeah, бар дейді. Немесе no, there isn't. Жоқ, бұл жерде жоқ дейді. There isn't. We can't go skiing. There isn't any snow дейді. Біз лыжға бара алмаймыз дейді. We can't go skiing. There isn't any snow дейді. Ешқандай қар жоқ дейді. Енді plural, енді көпше түрді қарайтын болсақ, there are деп қолданамыз, амен. Are there деген сұрақ белгісі, there aren't деген, there are not деген, ол болымсызды білдіреді. Мысалы, there are some big trees in the garden. Неде? Бақшада теректер бар дейді. Көп теректер бар дейді. Бірнеше теректер бар дейді. There are some big trees in the garden. There are a lot of accidents on this road. Бұл жолда көп жағдайлар болып тұрады дейді. Акциденттер болып тұрады дейді. There are a lot of accidents on this road. Are there any restaurants near here? Бұл жерде жақын жерде ресторандар бар ма дейді. Ресторандар. Are there any restaurants? Yes, there are. Yeah, бар дейді. Немесе no, there aren't. Жоқ, бұл жерде жоқ деу үшін they aren't деп амен қолданамыз. Себебі көпше тұр болғандықтан. Мына жерде ресторандар деп көпше сұрап тұрғандықтан they are деп айтамыз. Немесе жоқ болса they aren't деп айтамыз. This restaurant is very quiet. Бұл ресторан өте тыныш дейді. There aren't many people here. Онда дейді, бұда дейді, еш не жоқ дейді, көп адам жоқ дейді. There aren't many people here. How many players are there in a football team? Мына футбольный командада қанша ойыншы бар дейді. How many players, қанша ойыншы бар are there in a football team? There are 11 players in a football team. 11 оқушы бар дейді. 11 ойыншы бар дейді. Мына футбол командасында 11 ойыншы бар. There are 11 players in a football team. Түсінікті болған деп ойлаймын. Яғни бар деп айту үшін there-аны қолданамыз көпше түрге. Егерде көпше түр болмаса, онда there is-ті қолданамыз. There is пен
it istің айырмашылығы мына жерде келтіріп қойған. There is деген ол бар деген, бір нәрсе бар деген. Мысалы, there is a book on the table. Столдың үстінде кітап бар, кітап тұр, кітап бар. Мына жерде not it's a book on the table. Бұл кітап үстелдің үстінде деген мағына шығып кетеді. Бұл кітап столдың үстінде жоқ. There is бар кітап столдың үстінде. Яғни there is a book on the table. Кітаптың үстінде кітап бар. Сөйтіп, егер де бір нәрсенің үстінде тұрса, соны хабарлап атсақ, сол үстінде тұрған нәрсе бар екенін білдіртіп сөйтіп айтатын болсақ, онда there is қолданамыз. Ал it's деген ол it деген сол алдыңғы айтылған нәрсе немесе ойда тұрған нәрсені сол itпен жеткіземіз, яғни жансыз нәрселерді немесе жануарларды, ақылсыз нәрселерді. I like this book. Маған бұл кітап ұнайды. Міне, енді осы this book'ты it's interesting. Бұл қызықты. It, яғни this book, бұл кітап. It's interesting. Осы айтамыз. It деген, яғни this book деген. Сондай кезде it'ті қолданамыз, ал бір нәрсе бар деп айтатын болсақ, онда there is'ті қолданамыз. Compare дейді, салыстырып көр дейді. What's that noise? Бұл не дыбыс дейді. Бұл не шум дейді. Бұл не шу дейді. It's a train. Бұл пойыз дейді. It's a train. Бұл пойыз. Яғни it деген мына жерде that noise айтып тұр. Яғни шуды айтып тұр. It's бұл шу, that noise is a train деген, яғни it's a train дейді. There is a train at 10:30. Сағат 10:30-да пойыз бар деу, онда there is-ті қолданамыз. There is a train. It's a train деп айтпаймыз. It's a fast train. Бұл жылдам пойыз. Міне осы кезде онда it-ті қолданамыз. It деген, яғни a train at 10:30. Сағат 10:30-дағы пойыз, ол жылдам пойыз дейді, яғни it's a fast train. It-ті сол 10:30-дағы пойызға айтып тұрып it-ті. There is a lot of salt in this soup. Бұл сорпада көп салат бар дейді. Яғни көп андай овощтар, сондай нәрсе, көкөністер бар. There is a lot of salt in this soup. I don't like this soup дейді. Маған ондай суп ұнамайды дейді. Бұл суп маған ұнамайды дейді. It's too salty. Бұл сондай не дейді, салатты дейді, көп салаты көп дейді. It дегені, яғни this soup дегені. Бұл сорпа дегені, яғни. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осы it's пен there is-тің айырмашылықтары. Егер де түсінікті болған болса, ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біздер ары қарай сабақтарымызды жалғастыратын боламыз, иншалла. Бізбен бірге болыңыздар.